бір жігіт енді махаббат қатты көтеріліп кетіп орыстан алам депті. Соны әкесіне келіп айтады дейді, мен енді орыстан аламын. Әкесі жынданып, болмайды, ол кәпір. Жоқ, ол исламды қабылдайды десе, жарайды енді исламды қабылдаса деп баласын аяп, жалғыз баланы орыстан алсаң ала бер депті. Сон бала енді анан әкем сұрап қалар бір нәрсе деп, намаз, ораза, діннің кітабын, діннің кітабын алып қызға апарып беріпті. Мынаның ішіндегі оқы, біл, жаттап ал депті. Соның келесі айдың 10-ында сені алып, жаңа құда түсеміз деп келеміз деп. Сонымен 10-ында құдалыққа келсе, қыз шығып айтады дейді, балаға мен саған тұрмысқа шықпайтын болдым депті. Неге десе, мынау депті, сен әкеп берген кітап мұсылманның кітабы ма депті. Иә депті. Мынаның ішінде не бар, сен біреуін жасамайсың, қандай мұсылмансың сен деп айтады дейді. Өзің мұсылманмын деп жүрсің депті. Мына кітапты өзің әкеп бердің маған депті. Мұсылмандардың кітабы мынау деп. Шариғат, иман, Құран. Мынаның ішінде не бар, соның біреуін сен жасамасаң, сен қандай мұсылмансың? Мен кәпірліктен шығып, мен мынаның бәрін істейтін болдым. Мен мұсылман екем, сен барар саған шығуға болмайды деп айтады. Біз сондай мұсылманбыз.